Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өз ойынының сценарийі. Бүгінгі үйренетініміз ойын сценарийін жасау, сценарий жасау барысында тізім арқылы мәтіндер енгізу. Бүгінгі ойынымыздың аты «Сен білесің бе» деп аталынады. Ойын сценарийі. Кейіпкеріміз сұрақ қояды, қолданушы жауап енгізгенде ол программада құралған тізімге орналасады. Сахна жауапқа сай фондармен безендірілуі керек. Балалар, енді онлайн Scratch бағдарламасында «Сен білесің бе» жобасын бірге жасап көрейік. Ол үшін Google браузерінің іздеу жолағына Scratch онлайн деп іздейміз. Және жобамызды бастамастан бұрын компьютерімізге Нұр-Сұлтан, Алматы, Семей қалаларының суретін жүктеп, «Сен білесің бе» деген бумаға сақтап алайық. Бірінші тұрған менюді басып ашамыз. Создавай батырмасын басып. Және Scratch кітапханасынан кез келген өзімізге ұнайтын спрайтты таңдап алуымызға болады. Енді біз өзіміздің жобамызға фондар қоямыз. Ол үшін жоғарыда айтып өткен Нұр-Сұлтан, Алматы, Семей қалаларының суретін жүктейміз. Ол үшін төмендегі фонды таңдау батырмасын басамыз және үстіндегі жүктеу батырмасын басамыз. Компьютерде сақталған жерде керек суреттерді екі рет шертіп орналастырамыз. Келесі фонды жүктейміз. Және үшінші фонды жүктейміз. Керек фондарды өзімізге жүктеп алдық. Енді жобамыздың бірінші кодын құрамыз. Ол үшін тізімді таңдаймыз. Тізімді біз деректер блогынан аламыз. Создать список, яғни тізім құру батырмасын басамыз. Тізімнің атын жаңа тізім деп жазамыз. Окей батырмасын басамыз. Бізде тізім пайда болды. Балалар, енді таңдаған спрайтымызға скриптілерді құрамыз. Үшін спрайтты көк белгішемен беліп аламыз. Және оқиғалар блогынан жасыл туды басқанда командасын әкеледі. Фондарға өтеміз. Бізде берілген 4 фон. Бірінші фон 1 деп аталынады. Екіншісі Алматы, Нұр-Сұлтан, Семей. Біз түр блогынан фон 1-ді қосамыз. Ол үшін фонды қосу командасын әкелеміз. Фон 1-ді таңдаймыз. Және сенсоры скриптісінен сұрау командасын әкеліп орналастырамыз. Және сұрақты қоямыз. Еліміздің астанасы. Және түр блогынан айту және 2 секунд күтуді қоямыз. Сенсоры блогынан жауап сөзін орналастырамыз. Жауапты айтады және 2 секунд күтеді. Одан кейін айтуды аламыз. Ол үшін түр блогына барамыз. Сказать Нұр-Сұлтан.
Нұрсұлтан деп айттым. Және әрі қарай біздің фонымыз Нұрсұлтанға ауысуы қажет. Фонды ауыстырмастан бұрын жауапты тізімге енгізуіміз керек. Ол үшін құрған тізімге барамыз және енгізу батырмасын аламыз. Яғни жауапты тізімге енгізуіміз керек. Сенсоры бөліміне барамыз. Жауапты штотаның ішіне кіргізіп орналастырамыз. Және жауап бізде жаңа тізімге енеді. Одан кейін күтуге барамыз. Яғни 0,5 секунд ол бізді күтуі қажет. Күту бізде управлениеде орналасқан. Бірдің орнын 0,5-ке өзгертеміз. Немесе 1 секундта жетіп жатыр, иә? Одан кейін фонды біз ауыстырамыз. Фонды Нұрсұлтанға ауыстырамыз. Изменить. Переключить фон. Нұрсұлтан. Дәл осылай келесі қалаларға ауыстыруды жасаймыз. Яғни біздің фонымыз ауысты. Одан кейін 1 секунд күтеміз. Және келесі сұрақты қоямыз. Келесі сұрақты қою үшін сенсоры бөліміне өтеміз. Спросить. Тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан? Тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан? Кейін дәл сол алгоритмді қайталай отырып жазамыз. Түрі блогынан айту 2 секундта аламыз. Сенсордан ответті привет сөзінің ішіне енгіземіз. Одан кейін айтамыз. Ол үшін түрі блогына барады. Айтады Алматы. Алматы. Және Алматы сөзін тізімге енгіземіз. Ол үшін переменныйға барамыз. Добавить жаңа тізімге. Одан кейін жауапты аламыз. Ол үшін сенсорыға барамыз. Ответті штотаның ішіне енгіземіз. Одан кейін 1 секунд күтеміз. Оны управлениеден аламыз. Және 1 секунд күткеннен кейін фонды ауыстырамыз. Фон бізде бұл жолы қайда ауысады? Дұрыс айтасың. Бұл жерде фон Алматыға ауысады. Алматы. Және тағы да 1 секунд күтеміз. Жалғастыр. Енді өз ойынымызды қосып көрелік. Еліміздің астанасы. Біз Нұрсұлтан дедік. Яғни қолданушы Нұрсұлтан деп жазуы керек. Нұрсұлтан тексереміз. Тізімге Нұрсұлтан қаласы енді, фонымыз ауысты. Келесі тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан? Дәл осылай ойынымызды әрі қарай жалғастыруымызға болады. Бүгінгі сабаққа байланысты сөздіктерді дәптерімізге жазып алайық. Тапсырма. Оқулықта 19-шы беттегі сұрақтарға жауап берейік тапсырмасы. Сұрақтарға жауапты жазбаша береміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.